Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мерекелік дастарханыңыздың көркі болатын анар салатын рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ұнаса, лайк, подписка жасап, тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен қызылшамызды жақсылап сыртын ашып аламыз. Мен қызылшам мұздай мен пісіріп, холодильникке жарты сағатқа қойып қойғам. Енді қызылшамызды майда тісті теркамыздан өткізіп аламыз. Енді пісіріп, дайындап алған тауық етімізді іріреп етіп турап аламыз. Енді қара мейізімізді тураймыз. Қара мейізді мен алдын ала жуып, сабағын алып, дайындап алғанмын. Осыны жақсылап, майдайлап тураймыз. Грек жаңғағында майдалап, жақсылап турап аламыз. Енді бізге үстін әрлеу үшін анар керек болды. Анарымызды осындай үлкен болған дұрыс, басының жайлап кесіп аламыз. Кесіп, анарымызды дәндерін тазалап аламыз.
Осындай сеткамызға салып, қызылшамыздың суын жақсылап шығарып аламыз. Салатымыз әдемі көріну үшін соғы шығып тұрмау керек. Осындай қатты болып тұру керек. Осындай етіп соғын шығарып алдым қызылшамыздың. Енді дәміне қарай тұзымызды салып, сарымсақ салып, бір зубчик мен салғаным видеоға түспей қалыпты. Майонез салып, жақсылап араластырамыз. Майонезді өздеріңіз жасаған мөлшерлеріңізге қарап саласыздар. Осындай пісіп тұру керек бір-біріне. Мен арнайы бір кесеге дайындап алдым. Осын кесеге салып, үстін басып, форма келтіреміз. Жақсылап басып дайындап алғаннан кейін аударып, осындай етіп түсіреміз. Енді соғын шығарып дайындап алған қызылшамызды үстінен аккуратно етіп жағып шығамыз. Жақсылап жағып, үш бұрышты етіп кесіп аламыз. Осындай видеода көрсетілгендей етіп, оған майонез жағып аламыз аздап. Кескен жерлерімізге майонезді жақсылап сүртіп, анармен әрлейтін боламыз. Мен басында қалдырған анардың сабағын басын қойып қойдым. Әдемі анар формасы келтіріп тұру үшін. Жақсылап осындай әрлеп шығамыз. Бұның құрамында өте пайдалы заттар бар. Дәмі енді тамаша болады, ерекше болады дәмі. Сіздер де дайындап көріңіздер. Астына салатный листпен әрлесеңіздер де болады. Мен осындай қалғанын қаладым. Осындай әдемі дастарханыңыздың көркі болатын салат шықты бізде. Сіздер де дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, мені қолдағандарыңызға рахмет.